Kayra jastlar kayra kayra Şaydarmanda şayra şayra Kayra jastlar kayra yeah Şaydarmanda şayra Кеш жарық құрметті көрермендер, алғашқы рет Екібастұз Республикалық қашық лига және оның күнделігі жүргізушісімен Төлеген Жакеев. Ендеше біз бастаймыз. Dostlar şalındırған жастар әр сөзіңде әділ әзіл әр сөзіңде ақылдастар көңіліңді бөлді сенің бір көтеріп жүрген тастар қалжыңдарың өтпей қатты қайдасыңдар біздің жастар бір әдемі әзіл айта салшы қазір өтіп кетсін Қанша жыл күттік, республикалық ойындар Екібастұзға жетті. Командалар, сәттілік! Программасы, рахмет! Құрметті достар, жаңағынақ ПМК жайдарма тобы. Жігіттер, ойын қалай жалпы? Ойын күшті, иә, керемет. Халық қалай, халық? Қонақжай өте. Өте қонақжай ма? Молодец. Қалай ойнап шықтыңдар, жақсы ма? Жақсы, иә, жоғары деңгейде ойлап шықтық деп ойнаймыз енді. Иә. Ойдағай. Рахмет, жігіттер. Oh well. Karma's a bitch. Ищётся? А? Ищётся. Манжот. Ас болсын. Что şimdi anlarım? Ардақ үшін өте маңызды күн. Иә, сен ач, мен қобалжып тұрмын. Иә, Ардақ бүгін өзінің сүйген қызына сөз салайын деп тұр. Екібастұз қаласында ол бірінші рет болайын деп тұр. Осы Ардақ шоуын жыртса, көбік бізде деп енді ойлаймын. Бұл жайдарман тек қана әзілдеп қана қоймайды, бұл екі жастарды бір-біріне қосады. Мадина, сен қазір көріп тұрсаң, бұл видеоны жаншыда түк білмей отырсың ғой. Мен мұнда біліп тұрмын бәрін. Жалпы Жалында таптым, Мадина, сен орта орын. Жас отбасы көмектесіп дегендеріңізге алтын сырға. жалпы ойынға дайынсыздар ма? Ойынға әрине дайындалдық, дайынбыз деуге болады. Деуге емес, деуге болады. Нақты айтуға болады, дайынбыз 100%. Және мынау бар. Біз Сөз айтып жүрсіңіз. Жалпы осы ойында ризамыз, себебі қуаныштың көптеген тырысқан жұмыстарымен бізде осындай сахнаны әдемі құрып, яғни көптеген қаладан командалар шақырып осындай результатқа жеткенімізге өте қуаныштымыз. Шынымен бар ғой, мына Екібастұз қаласы, Екібастұз қаласы ғой, былай қарап тұрсам. Басқа қалалар сияқты республикалық деңгей алып отырған керемет. Ол қуаныштың еңбегі деп ойлаймын, иә? Иә, еңбегі ол. Екібастұз жайдарман, сақырымыз қазақпыз. Ана қызым бар, танысың? Сәттім бәрін
семьялар. Жаңа семей. Удачи бізге. Жаңа семей жайдарман тобының дебюті. Семей қаласы жаңа семей. Астана футбол клубында ойнайтын Патрик Тумаси жылына 100 миллион евро алады екен. Қанша? 100 миллион. Ёп Тумаси. Не көрген жоқ? Жігіттер айта алмайды. Айтсайшы. Ренжімеңдер айта алмайды. Біз тек командаластарымыз ғой, досың. Не болса да көп өткіземіз, айт. Жігіттер сүйсінбектер. Это Ақсу вообще бар ғой, шоу істейін деп жатыр. Бірақ түсіріңіздер адрес. Скотч бар ма мынау? Павлодар облысының қаласы Ақсу. Ассалаумағалейкум, екі басты. Аға, есік ашып жүрсің. Алдың есі ашылмайды ғой. Бастаймыз достар. Бәрімізді қосылып енді дегенмен осы Евразия университеті кубок табыс ететін болды. Аяқталды, көрермендер рахмет, жайдарманшылар үлкен рахмет, әділғазылар және құрметті қонақтарымызға үлкен рахмет. Әр ойында сіздерді асыға күтеміз. Есіктеріңіз ашық, сау болыңыздар. Жайдарман, ардагер жайдарманшы, жоқ сен емес, Владиш. Владислав. Кішкене ұялып тұр. Жалпы, Владислав мырза, ойын жайлы, қандай команда сізге ұнады? Бүгін біз қазақпыз, өте жақсы, Семей тоже жақсы болды. Жалпы өзіңіз жайдарманды ойнадыңыз, қазір қалай айтсам екен, сағынып жүрсіз ба сахнаны? Иә, бар сағынам, кей кезде қарайсыз сахнаға ойнаған келеді да, бірақ уже жағдай жоқ ойнайтын. Қартайып қалдық деген. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Міне ардагер жайдарманшылар, Екібастұздың жұлдыздары кезінде ойнаған, және де міне тағы бір жұлдыз, ардагер жайдарманшы. Жалпы ойын жайлы. Ойын өте керемет болды. Жақсы болды, да. Ойдағыдай өтті. Біз балконда отырдық, түк көрінген жоқ. Мал алды отырдық. Мен ана жерде отырдым. Керемет. Жалпы қандай команда? Жоқ, шыны керек. Бұрынғы біз қазақпыз қайсысы мықты? Конечно, біз
база жоқ ақш. Жоқ, шынымен де ойын күшті болды. Қайдан көрсетеді? Бұны біз оны жайдарман екібастұз күнделігін жасаймыз да, сосын ютубқа саламыз. Иә. Иә. Неше былай ғой? Ұстасайшы ма суды? негізі маған екібастұз жайдарман лигасындағы Аппаратураң сөндірдің ба? эксклюзив жайдарман тобын айтты маған жігіттер. Рахмет. Жалпы өздеріңіз сол кездегі жайдарман ойнаған естеріңізге түсіп, кішкене еске түсіп сағындыңыздар ма? Соны айтайын деп отқан ғой жаңа. Ақырғы команда ойнап отқан кезде жаңа дайындықтарын дайындықтарын көріп отырмын да, сол командамен конкретно бүйтіп настроением көтеріп кәдімгі ностальгия жасап жүрді ғой маған. Көңіл күй дейсіз. Көңіл күй сыйлады ғой маған сол команда конкретно мен сол үшін. Білмеймін енді бірақ ана енді астананың бәрі жақсы болды, бір негізі былай айтқанда бар ғой. Бірақ біз қазақпыз бәрібір жақсы болды. Сіздер Дос, біз қазақпыз, қайсымызды айтып кетші. айттым ғой жаңа біз деп. Болды. рахмет жігіттер. Мұсын қорғайтын жайдарман тобы қалай еді? Әзілстан жайдарман тобының капитаны Медеу Кенес. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Нормально ма аға? Түсірген? Жалпы ойын жайлы. Ойын керемет болды негізі. Маған оған команда жаңа сен біз қазақпыз сосын ең Евразиат ең күшті ойнаған командалардың бірі. Дұрыс. Негізінде мен білетіндей сіз осы ойында қатысуларыңыз керек еді. Не себеп осы ойынға қатыспаған? Біз 1-8-ден кішкене опыт алайық дедік. 1-4-ке келеміз. Эксклюзив жайдарман тобының беделді ойыншысы. Қалайсың? Ойын қалай өтті? Ойын өте керемет өтті. Маған қатты ұнаған ол екібастұз намысын қорғап жүрген біз қазақпыз командасы. Рахмет аға. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Жалпы сіздің өзіңізден көңіліңізден шыққан команда қандай? Біз қазақпыз. Біз қазақпыз. Финалға келсеміз, жастар ЭПК. Жастар мықты екен. Құрмет достар, бұл бүкіл ойынның түсірген видео операторы Қожан Азат. Азат, өзің шаршадың ба? Қандай настроениең қалай? Жаман, қолым ауырып тұр. Өтірік айтам. Осы ойынды түсіргенім көңілді болды. Командалар барлықтары тырысып, ойнап, маған келіп, былай түсірші дейді, жарайды. Жақсы контент шығарамыз деп ойлайсың ба? Конечно, мен түсірдім ғой. Құрмет достар, осымен ойынымыз аяқталды. Ойынымыз өте қызықты болды. Бұл жайдарман лигасының күнделігі бірінші алғашқы рет түсіргеніміз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.